Musa payg'ambar bir kuni Rabbisimen tildesi, Musa bilesizlar ғой, Rabbisimen tikelik perishtesi söylesken kişi Musa aleyhisselam. Musa payg'ambar bir kuni Allah Tağalaga aytadi, Rabbim mağan bir söz үйretші deydi. Buған дейін ешкім айтпаған, бұдан кейін ешкім айтпайтын сондай bir ұлы сөзді үйретші деген кезде Allah Tağala ey Musa la ilaha illallah деп айт дейді. Сонда Allah Musa payg'ambar Rabbim оның бәрі айтып жүр ғой дейді. Саған иман келтіргеннің бәрі айтып жүр ғой дейді. Сонда Allah Tağala ey Musa 7 қабат көк дейді. Мынау біздің алдымызда көрініп тұрған қажекелер бұл бірінші қабат көк болып есептеледі. Бүкіл жұлдыз, мынау сіздер көріп жатқан галактика, малактиканың бәрі бар ғой. Ғаламшарымыз біздің не? Бірінші көк болып ойлай беріңіз. Пайғамбарымыз айтады, бірінші көк, екінші көктің жанында сахараға тасталған сақина сияқты кішкентай болып қалады дейді. Яғни үлкен сахараға тасталған сақина сияқты. Екінші көк, үшінші көктің жанында сахараға тасталған сақина сияқты болып қалады. Не болады сонда? Ең ұлы көк қайсы екен? Жетінші көк. Жетінші көк дейді, қараңыздар. Алланың аршысының қасында сахараға тасталған сақина сияқты болып қалады дейді. Мына қараңыздар. Дым құнсыз болып қалады дейді. Біз ойлап жатқан мынадай керемет үлкен ғалам 7 қабат көк дейді. Алла Тағала айтып жатыр, ей Мұса 7 қабат көк дейді. Және оның ішіндегілер дейді. Көк пен жердің ортасындағылардың барлығын қосып таразының бір шетіне қойсаң дейді. Ла илаха иллаллахны бір шетіне қойсаң,